Жақында бір 27 жасарлы қызымыз келді. Бұл қыз менен сөйлесу ұлыма мүмкін емес еді. Мен сөйлесем, маған как будто бір ұрысып атырғандай болады. Себебі бұның аузында ұлыма тісі жоқ екен. Ол қызды 27 жасқа дейін өзінде уже блок қойған, маған күлуге болмайды деген. Сөйтіп ата-анасын шақырып сөйлестім. Ата-анасымен сөйлесем, сондай нелерін айтты. И біз бұл қызға жұмыс істеп бастадық. Қандай жұмыс? Тістерін істеп бастадық. Сол арадан уақыт өтті, имплантларын салдық. Уақыт өткеннен кейін бұл 7 ай давам етті. Соң арасында тісі жүргеннен кейін временный коронкалар қойдық, себебі бұларын үйретуіміз үшін. И уақыт өткеннен кейін бұл қызығы келіп маған сұрау беріп бастады. Ең бір қызығы. Сөйлемейтін қыздың бірінші сұрау бергені мен өзім таң қалыппын. Неге деп бетіне қараппын да. Сөйтіп мынандай тісім мынандай не деді. Болды, мен туырлап беремін сен ол тісіңді деп отты. Сөйтіп ол қызым қуанып кетті, кейін бір күн тісін алып қалып, кейін сасам, арадан кейін тістерін қатыртып, уақыт өткеннен кейін сорасам, қарасам бұл қызым тұрмысқа шығып кетті. Но мен бір қуанған жерім, тісін салдырып болып келгеннен кейін және бір жылдан кейін, бір жылға жетпестен кейін келіп бір рахметін айтқан бұл докторға қандай бір маза зат екен. Сол затты мен хis қылдым. Міне, сіздер көріп тұрғаныңыздай, міне қызымыздың жағдайын мына экранда сізге көрсетіп беремін. Кейінгі уақытта міне мынандай жағдайға әкелді. Көрсеңіз болады. Бұл өмірде мен бір зат түсіндім, бұл тістің саулығы болмаса жақсы, адамның денсаулығы жақсы емес деген сөз. Соның үшін мен сіздерге маслихатым, өз уақытында келіп көрінсеңіз, осы мына қызымыздай болып қалмас едіңіз.